Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Кеше тамаша ойындар өтті. Вильяреал, Ювентус командалар ойнады. Есеп 1-1 болды. Челси мен Лиль командасы ойнады. Есеп 2-0 болды. Кеше сұрақ жауаптың орнына бүгінгі ойынның нақты жауабын айтсаңыздар деген сұрақ қойған едім. Есепті бір адам тапса да жаман болмас еді деп ойлаған едім, бірақ бір адам емес, біраз адам тауып тастаған екен. Бізде вангалар көп екен. Мықты риза болдым өзім. Мінекей сол ойынның есебін футбол ойын жалпы басталмай тұрып тапқан жігіттердің тізімі, баршаларыңызға красавчик дейміз. Мен енді мынанша адам тауып алады деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Екі ойынды бірдей тауып алған, екі ойынның есебінде тауып алған о жігіттер бұлар. Мысал 900-ден астам комментарий болды, соның ішінде көбі бір ойынды тауып екінші ойыннан қателесіп кетіп жатқандар да бар, оларға да красавчик дейміз. Ал енді ойын біткеннен кейін біте салып таңғы сағат 4-тен бастап ойынның есебін жазып атқандар бар, енді оларға не дейміз енді? Оңбаған. Мені лоқ деп тұрсыңдар ма? Мен сындырмақшындар ма? Бізде көше көргенбіз. Движениені білеміз, Сондықтан ойын біткеннен кейін ойынның есебін жазу ұят жігіттер. Ондай болмайды. Енді бейдейік, жалпы кешегі ойын жақсы өтті, сәтті ойын болды, көңілімізден шықты. Енді бүгінде бір тамаша ойындарымыз бар. Олай болса енді бүгінгі сіздерге дайындаған жаңалықтарымызды бастайық. Сіздер бізді білесіздер, біз әдептен озбаймыз, көп созбаймыз, бастаймыз. Кеттік. Ал достар, бүгінде Чемпиондар лигасында қызықты ойындары бар. Оның бірі Бенфика мен Аякстың арасында өтетін ойын. Бұл жерде Бенфика өзінің чемпионатында өте жақсы келе жатыр десек те болады. 3-ші орында Порту мен Спортингтің артында өкшесін басып келе жатыр. Ал Аякс болса, Аякс өзінің чемпионатында көш бастап келе жатыр 1-ші орында. Жалпы жыл сайын Чемпиондар лигасында бір сенсация болып жатады. Сол сенсацияны биыл Аякс жасаса екен деген тілектемін. Аякстың ойыны өте жақсы, маған ұнайды. Бүгін Қазспорт ұлттық арнасында түнгі сағат 1:50-де Бенфика мен Аякстың ойынын көре алатын боласыздар, достар. Бүгін түнде тағы да бір тамаша футбол бар. Чемпиондар лигасында өте қызықты ойын. Ол Атлетико Мадрид пен Манчестер Юнайтедтің ойыны. Екі команда қазір деңгейлес деп ойлаймыз, бірақ екі команданы да фаворит деп санай беруге болады. Қанша жерден осал жаман ойын көрсетіп жатса да. Атлетико Мадрид Ла Лигада 5-ші орында келе жатыр. Қазір Атлетико Мадрид көп гол жіберетін болып алған. Бұрынғы Атлетико Мадрид жоқ. Ал Манчестер Юнайтед болса АПЛ-да 4-ші орында келе жатыр. Атлетико Мадрид 5-ші орында, Манчестер Юнайтед 4-ші орында. Екеуі деңгейлес команда дей берсек болады. Өте қызықты ойын күтеміз. Бірақ Манчестер Юнайтедтің Атлетико Мадридқа қарағанда қазір соңғы кездердегі жағдайы жақсы. Соңғы 7 ойында Манчестер Юнайтед жеңілмеген екен. Ал енді тағы бір жайтты айта кетсек, Манчестер Юнайтедтің сапында Криштиано Роналду бар. Атлетико Мадридті қаншама қаншама Лига чемпионтың кубогынан айырып тастаған Криштиано Роналду бүгінгі ойынға да сақадай сай келемін деп дайын отыр. Олай болса, бүгінгі ойынға баршаларыңызға да сәттілік тілейміз. Бүгінгі ойындар өте қызық болсын, жақсы статистикалар, жақсы рекордтар тіркеле берсін деген тілектеміз. Кешегі ойында да білесіздер, Ювентустың сапында Влахович Лига чемпионтқа бірінші рет шығып тұр, және де бірінші минутта бірінші соққысы бірінші голына айналды. Не деген керемет статистика. Осындай жақсы статистикалар бүгінгі ойындарда да болсын деген тілектеміз. Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ойыны Қазақстан ұлттық арнасында түнгі сағат 1:50-де көрсетілетін болады. Достар, бұйыртса жазғы трансферлік терезеде неше түрлі айырбас көріп қалуымыз мүмкін. Яғни ойыншыларды бір-бірімен айырбастау. Манчестер Сити клубы Харри Кейнді ала алмады былтыр, қанша тырысса да. Манчестер Сити клубына не дегенмен де бір орталық шабуылшы керек-ақ. Оны Манчестер Сити клубы тапқанда сияқты. Интерден Лаутаро Мартинесті қатарларына қосқысы келеді. Оны Пеп Гвардиоланың өзі де қалап отыр. Негізінде осыдан бірнеше айлар бұрын да Лаутаро Мартинесті Манчестер Ситиге
алады деген сыбыстар шыққан еді. Сол сыбыстар енді іске көшкен сияқты. Лаутаро Мартинестің агентімен және де Интер клубымен келіссөздер жүргізе бастаған сияқты. Манчестер Сити клубы ол қандай келіссөздер десеңіздер, Манчестер Сити Интерге өздерінің шабуылшысы Габриэль Жезусты бермекші және де оның орнына Интерден Лаутаро Мартинесті өздерінің қатарына қоспақшы. Италиялық клуб пен англиялық клубтың арасында осындай айырбас жүзеге асқалы жатыр. Сіздердің ойларыңыз қалай? Дұрыс шешім ба? Екі ойыншы үшін, екі клуб үшін? Өз ойларыңызды комментарияға жаза отырсаңыздар болады, достар. Манчестер Сити жайлы жаңалықтардан алыстамайық, достар. Бернардо Силва деген жігіт бар Манчестер Ситида. Сол Бернардо Силва Реал Мадридтің қатарына қосылғысы келеді екен. Және де Пеп Гвардиоланы сіздер білесіздер, командадан кеткісі келетін ойыншыларды командада қыстап алып қалмайды. Оны Ферран Торрестің трансфері кезінде дәлелдеген болатын. Ал Бернардо Силва өзінің керемет ойынын өткізіп жатыр. Командаға үлкен көмегін тигізе алатын ойыншы. Дәл осындай мықты ойыншыны Пеп Гвардиола оп-оңай жібере салады дегенге өз басым білмеймін, сенің кіремеймін аздап. Бернардо Силва Пеп Гвардиолаға өте керек ойыншылардың бірі сияқты. Командада қалғысы келмейтін ойыншыны жібере салады дегенге қайта оралатын болсақ, Ферран Торрес біріншіден негізгі құрамның ойыншысы болмады, екіншіден жақсы ақша ұсынды Барселона Ферран Торреске, сондықтан жіберді деп ойлаймын. Ал Бернардо Силва негізгі құрамның ойыншысы, бұл ойыншыны қалай оңайша жібере салады және де қанша ақшаға сатады екен, сол қызық. Ферран Торресті қазір трансфер маркет порталы 75 миллион евроға бағалап отыр. Ал бұл ақпаратты бізге жеткізіп отырған Calcio Mercato басылымы. Неймар жайлы жаңалықтарды барлық басылымдар жарыса жазып жатыр. Неймар ПСЖ-дан кетеді. ПСЖ-дан кетіп қайда барады? Европаға келмейді екен. Европаның ешқандай да командасына бармайды. Бразилиялық өзінің шыққан клубы Сантосқа барғысы келеді және де не болмаса МЛС-қа барғысы келеді. Неймар неге ондай шешімдер қабылдап жатқанын түсінбедім. Неймардың өзінің аузынан шыққан сұхбаты екен бұл. Ешқандай да сыбыстар емес, басқа емес. Неймар жақында ғана 30 жасқа толды. Ол деген қартайып қалды деген сөз емес, және де ол Неймардың ойынынан да білінбейді. Неймар өте керемет мықты ойыншы. Әлі талай алаңда шайқап жүруге болады. Неге ондай шешім қабылдап жатыр екені белгісіз. Неймар Бразилияда Сантоста кетсе, ол түсінікті, өзінің шыққан командасына барғысы келеді, сол жерде жүргісі келеді. Ал енді МЛС-қа не үшін барғысы келеді және де МЛС-қа қандай командаға баратынын мен біліп те тұрған сияқтымын. Ол Интер Майами. Себебі жан достар Суарес та Месси да сол Интер Майамиге барамыз деп келісіп жатыр және де олардың қасына Неймар да қосылғысы келетін сияқты. Осы үштікті МЛС-тан көріп қалуымыз мүмкін, бірақ кішкене қартайып қалған кезінде. Достар, баршаларыңыз біліп отырсыздар, баршаларымыз күтіп отырмыз. Бүгін керемет ойын болады. Ол әрине Атлетико Мадрид пен Манчестер Юнайтед арасында өтетін ойын. Бұл ойын Атлетико Мадридтің үйінде болады, яғни Ванда Метрополитано стадионында өтеді. Бұл ойынға әлбетте екі жақта сақадай сай келетін болады, бірақ бәріміздің айта беретін бір ойыншымыз бар бұл ойынға қатысты, ол Криштиано Роналду. Криштиано Роналду Атлетико Мадридқа қарсы 31 ойын өткізген, соның 22-сін салған. Бүгінде гол саламын деп құлшынып отырған жайы бар екен. Бірақ жалпы Криштиано Роналду гол салам деп құлшынып жүргелі біраз болды, бірақ қарқып жатқаны шамалы. Осыны байқаған командаластары да бірнеше рет Криштиано Роналдудың сыртынан мазақтаған екен. Ал Криштиано Роналдудың қазіргі командаласы Эдинсон Кавани деген жігіт бар. Сол көкеміз Криштиано Роналдуды кәдімгідей мазақтайды екен. Не деп десеңіздер, неудачник дейді екен. Яғни жолы болмаған адам деп мазақтайды екен. Құдай-ау, кім кімді мазақтап жатыр? Енді Кавани өзіне де бір қарап қойса болады осы кезде ше.
Жыртық тесікке күліпті деген осыдан шыққан шығар. Каваниға бұл әңгімесін доғару керек. Және де Криштиану Роналду өзінің командаластарына үлкен бір мотивация берді. Бұл ақпаратты бізге жеткізіп отырған Фабрицио Романо. Криштиану Роналду соңғы жаттығулар өткеннен кейін командаластарына айтыпты: жігіттер, мен Атлетико Мадридқа қарсы қалайда гол саламын. Егер сала алмай қалған жағдайда менің орныма біреу гол салатын болса, Атлетико Мадридтің қақпасына бүгін мен сол жігітке өзімнің қымбат сағатымды сыйға тартатын боламын деген екен. Криштиану Роналдудың сағаты өзінде қала ма, немесе біреу ала ма? Бүгін ойыннан кейін оны білетін боламыз. Фил Фоден деген Манчестер Ситидің жас ойыншысы боксқа барам деп мамасын қорғай алмай қайтты. Фил Фоден отбасымен, қызымен, анасымен бокс көруге барады. Амир Хан мен Келл Бруктың бойын көрмекші болады. Және де ойыннан кейін қайтып бара жатқанда, өтіп бара жатқан 2-3 жігіт Фоденға қыздеке голубой деп айтады. Фил Фоденнен жауап қайтпайды, бірақ баласы үшін анасы шырылдайды. Бұны кім айтты? Қайсың айтқан? Қазір сөздеріңе жауап беретін боласыңдар деп ашуланады. Және де сол айтқандардың біреуін мамасы келіп итеріп жібереді, ал ол жігіттер, намыссыз жігіттер, әйелді ұрады. Фоденнің мамасын ұрып жібереді. Әрине, мамасын ұрған кезде қарсы шығатын жігіт бар, бірақ ол Фил Фоден емес. Сол жердегі бейтаныс қара футболкадағы, қара кепкадағы жігіт. Мінекей Фоден келе жатыр, сөзді естіді, және де бөлмеге кірді де Фоден шықпай қойды. Мамасы шырылдады: қайсың айттың бұны деді, және де сол айтқандардың біреуін итеріп жіберді. Баласын жамандағанда қандай ана тыныш тұрсын, бірақ бұл намыссыз Фоденнің мамасын ұрып жерді. Сол кезде қара кепка киген, қара футболка киген жігіт Фоденнің мамасын құтқарып қалды. Фоденнің мамасы үшін соңына дейін тұрды. Бұл жігітке красавчик, респект дейміз. Ал Фоденға не дейміз? Баяғыда апаларымыз айтатын еді: жылтырайды көтенің бокс көріп не теңің деп. Сол Фоденға айтылған сияқты. Ал енді бүгінге осы, достар, назарларыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі жаңалықтар ұнаса лайк басыңыздар. Бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар. Ең бастысы, бізбен бірге болыңыздар. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.